Алла субханаху ва тағала Каабаны Швейцарияға қойса да болар еді. Көрікті, әдемі жерге да. Жоқ, алып келді да бір тастың ортасына қоя салды. Ештеңе жоқ жан-жақта. Келген кезде, яғни алаңдамай, жан-жаққа басқа нәрселерге қыдыруға, пляжға, суға, тауға алаңдамай, тек қана фокустың барлығы неде болсын? Каабада болсын деді. Бекерге қойған жоқ бұл жерде. Әйтпесе басқа не бір табиғаты сұлу, көрік жерлер бар, оның бәрін жаратқан кім? Алла. Сол жерге қойса да болар еді, жоқ, осындай жерді таңдады. Бұл жерге келген кезде сізбен біздің ойымыздың бәрі сол болу керек, басқа нәрсе емес. Ойдың барлығы басқа еш нәрсеге бұрылмай, тек қана Кааба, құлшылық, Алланың үйіне келдім деп. Сол кезде мына жерден бір пайдамен қайтасыздар.